Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қазіргі уақытта хит болып жатқан пахлава пирогын пісіретін боламыз. Бұл пирогты сіздер пісіріп сатылымға шығарсаңыздар болады. Бұл пирогтың құрамы өте қарапайым, кез келген үйде тоңазытқышта бар құраммен жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі ұн, қаймақ, сары май, жұмыртқа және де разрыхлитель қажет болады. Қазір бірге жасайтын боламыз. Ең бірінші біз құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Ұнымызды алып, електен өткізілген дайын ұнмен де және де осының үстіне бір шай қасық разрыхлителімізді саламыз. Енді осыны бір араластырып, үстінен теркамыздан сары майымызды өткізетін боламыз. Сары май бізде морозильниктен шыққан болу керек, сонда тез осылай теркадан өткізіледі және де крошка жасауға бізге ыңғайлы болады. Ұнға бір аунатып жіберіп, осылай теркадан өткізсеңіздер, әдемі болып шығады. Біз қазір әдемі крошка жасайтын боламыз. Яғни бізде пирогымыз песочное тесто болады. Мінекей біз барлығын өткізіп болдық. Енді осыдан біз крошка жасайтын боламыз. Ешқандай да түйіршік қалдырмай, бір келкі крошка болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Достар, біздің қамырымыз, яғни крошкамыз дайын. Осындай әдемі крошка шықты. Енді осының үстіне біз 60 грамм қаймақ қосатын боламыз. Қаймақ қостық. Және де біз жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызынан бөлек алып аламыз. Бізге қамырымызға сары уызы қажет. Ақ уызы қазір начинкасына қажет болады. Егер сіздердің жұмыртқаларыңыз С2 категория болса, онда 3 жұмыртқа қажет болады. А егер С0 категория болса, 2 жұмыртқа жарайды. Ақ уызымызды бөлек алып алдық. Енді мынаны біз жақсылап қамыр басы біріккенше қамыр илейтін боламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын болды. Жұп-жұмсақ, осындай әдемі қамыр шықты. Біз осы қамырды тындырып қоятын боламыз. Бұл қамырымыз тынып әдемі болып тұрғанша біз начинкасын дайындаймыз. Мынау біздің блендерден өткізілген жаңғағымыз. Осының үстіне құмшекерімізді саламыз. Және де 2 ақ уызымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын. Осындай болып шығады. Біздің қамырымыз. Осыны 3 бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкен бөлік және екеуін кішірек 2 бөлікке бөлеміз. Ең бірінші үлкен бөлігін біз астына жібереміз. Осыны пергаменттің қағаздың үстіне жайып аламыз. Ыңғайлы болсын деп кішкене ұн себелеп қамырымызды жаятын боламыз. Бізге 26 сантиметрлік форманың размерінде жайсақ болғаны қалың, жұқа деп бөлмейміз.
ең бастысы 26 сантиметрлік қамыр домалақ форма шықса болғаны. Біздің формамыз осының ішіне қамырымызды орналастырамыз. Мынандай артық жерлерін алып тастасаңыздар болады. Міне біз қамырымызды орналастырдық. Енді осының ішіне начинкамызды саламыз. Осыны теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Осы бөлікті астына жібереміз. Бір жағына аз кетіп қалды, бір жағына көп кетіп қалды демеңіздер. Қазір екіншісін жайған кезде бір-бірінің орнын толтыратын болады. Бірақ барынша тегістеп жайып шыққан абзал. Біз екінші қамырымызды жайдық. Енді осының үстіне тағы да начинкамызды саламыз. Екінші слой начинкамызды жағып болдық. Міне біздің соңғы қамырымыз. Осындан тағы да жайып, бетіне жауып шығамыз. Бұл біздің пирогымыздың беті болады. Яғни пирогымыз осы қамырмен кетеді. Кішкене ұн сеуіп жіберіп жаятын боламыз. Пергамент төсегеніміз себебі жабыспау үшін. Жабысып қалмайды, міне осылайынан алынатын болады. Ыңғайлы. Қамырымызды алып, бетіне жабамыз. Енді мына шет-шеттерін әдемілеп өріп шықсаңыздар болады. Я болмаса осылай тегістеп қойсаңыздар да болады. Мінеке достар, пирогымыздың барлық шетін тегістеп осылай әдемі қылып шығардым. Енді осының бетін өткірлеу пышақпен кесіп шығатын боламыз.